түсінікті. Енді жалпы жол құрылысы саласында елімізде жаңа технологияларды енгізу мәселесіне қаншалықты көңіл бөлініп отыр? Сөз жоқ, бұл мәселені көп көтереміз, көп айтамыз. Тіптен елбасы деңгейінде көтерілетін мәселе болып отыр осы. Бұл енді мәселе былай болды. Кезіндегі біздің жалпы жаңағы айттым 96.700 шақырым жол. Жалпы ұзындық. Бұл жолдың бәрі Совет үкіметінде 60-70 жылы жобалаған жолдар. Бұның жаңағы шыдайтын нагрузкасы 8 тонна. Бүгінгі күнге сай емес. Қазіргі көріп отырсыздар қандай үлкен 40 тонналық самосвалдар. Сол жаңағы біздің жолдарымыздың пышақпен тілгендей сындырып жатыр, қиратып жатыр. Сондықтан біз 2000 жылдан бастап біздің жобаларға 13 тоннаға есептеп отырмыз. Сондықтан көп жұмыс істеліп жатыр. Қазіргі жолдарда біз сол тек қана асфальтобетон емес, үстіңгі төсемді. Қазіргі жаңа технология бойынша жаңағы Германия мен Европаның саластырып, біз сол Қазақстан бойынша цементобетонный жолда салып жатырмыз. Бұның үстіңгі төсемі 25 сантиметр. Жалпы қосқанда 81 метрге дейін барады. Қалыңдығы, жолдың және қалыңдығы. Сондықтан, жаңа айттық, Батыс Қытай бар, сол жолдар көбісі, жартысынан көбі, мысалы Шымкенттен Тараздан Алматыға дейін, Алматы Құрылысқа дейін, бәр жерде сол жаңағы цементобетонды жол салынатын болады. Сондықтан басқа да технология бойынша енді арасында да көп бізге сын қалып жатыр, бүгінгі сапасы. Сондықтан жаңа технология қабылдап жатырмыз біз қазір. Мынау жаңағы ШМА дейміз, асфальтобетонға басқа қосымшаларды, сол асфальттың, бетонның сапасын дұрыстайтын жаңағы сондай нелерді қабылдап, жаңағы біз сол европалық және ресейлік үйреніп, біз жолға сондай жоспарлар жасап отырмыз. Жалпы бұл бағытта бізге қай елдің тәжірибесі тиімді осы жол салу мәселесінде? Енді жол салу, енді әрине бүгінгі ең алда келе жатқан Европа ғой, Европадан қарағанда Германия дейміз, Италия, Испания жолдар, бірақ бізге жаңа біздің мынау ауа райына сәйкес Америка мен Канаданың жолдар жақындау. Өйткені былай қарағанда бізде қыстыгүні -40-қа дейін барады. Жазда +50-ге дейін барады. Сол салыстырғанда былай қарағанда 90 градус соған шыдайды. Шыдағанда бұл жаңағы жолдар қатады қыста. Бұны бізде строительдер біледі, жаңағы тереңдігі 3 метрге дейін жер қатады. Көктемде мұның бәрі сол қайра жібейді. Сол кезде Европада бұндай қыс жоқ қой. Бұлар сондықтан жолда сапалары өте салынып тұрады. Бізде бұл жол қайра ергеннен кейін жаңағы отырыс болады, сондай жер болады. Сондықтан біз сол осыны апрель мен май айында министрдің жарлығымен осы жолдарға үлкен нагрузканы азайту үшін біз сондай не қоямыз, шектеу қоямыз. Жаңағы көп болса штраф саламыз, сондай кезде сондай жетеміз. Сондықтан бұл жағынан әрине сұрақтар бар. Сонда да біз сол сапасы сол Канадамен дұрыс қой, Канаданың несін технологияны қабылдап отырмыз, қолданудамыз. Түсінікті, ал енді өзіңіз айтып отырсыз, айтылатын сын көп деп. Мәселен, басқа жақта айтпай қойын, Астананың өзінде осы көктем туа жаңағы былтыр ғана жаңа болып тұрған жолдарда шұңқырлар пайда болып жатады. Оны да сол жаңа климатпен байланыстырамыз ба? Жаңа мен бағана айтып отқандай, Астананың жолдарына әрине бұл енді айттым ғой, мен әкім жауап берді. Бірақ дегенмен біз министрлік ретінде өткен жылы сол елбасының айтқан тапсырмасынан кейін көшелерін бір тексердік, комиссионда жаңағы Генпрокуратураның жұмысшыларымен бірге. Нәтиже қандай? Нәтиже болғанда енді көп емес, бар сондай үйлер, кемшіліктер. Соны жалпы тек қана Астана емес, өткен жылы Қазақстан бойынша біздің министрлікте қазір облыс жол лабораториялары бізде бар. Әрбір облыста 14 сондай лаборатория бар. Солар тексеріп, өткен жыл бойынша сол жерде бір 57-дей сондай бір фактілер болды. Соның бәрін жаңағыдай біз қағаз бәрін беріп, дұрыстап, қабылдауын тексеріп, соны неткенше бәрін бақылауға алып отырмыз. Сондықтан бұл жағынан да бізде сол министрліктің жұмысы сондай істелініп жатыр. Ал енді сіздер сапа мәселесін сол лабораторияларға сүйеніп бақылайтын болып тұрсыздар ғой, Жоқ, бұлай 2006 жылдан бастап мынау жол басқа проектілер бар бізде. Мысалы бүгінгі күнде
жолда тек қана біздің республикалық бюджеттен ғана емес, мысалы басқа шетел банктарына салынып отыр ғой. Солардың несімен кейін біз сол жолда 2006-тан бастап 5 түрде бақылау пункттері бар. Бірінші сол жаңағы мердігердің өзінің лабораториясы бар. Екінші мысалы инженер дейміз, мынау басқа инженерлер басқа мемлекеттен келіп тексереді. Сол бейтарап, инженердің несі бар, бақылауы. Сосын жаңағы біздің жаңағы заказчиктің лаборатория, жаңағы облыс лабораториясы 5 есе сол жерде бақылау өтеді. Сондықтан бір жыл болса бір жерде обязательно шығады. Сондықтан бұл жағынан біз енді жұмысты күшейтудеміз. Түсінікті. Енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз, Канаданың тәжірибесі енгізіледі бізде деп. Жалпы бұл бағытта мына мәжіліс депутаты Талғат Ерғалиев өзіне бір депутаттық сауалында айтқан болатын, Иранның тәжірибесіне неге көңіл аудармасқа деп. Өйткені ол елде 1 шақырым жолды салуға $600,000 шығындалады. Бізде бұл сан қателеспесем $3 миллион үстінде. Иранның тәжірибесі зерделенді ме? Бұл кісінің естігенде біз зерделеп қарадық. Бірақ мен тағы айтып өтейін, Иранмен, ауа райымен Қазақстан ауа райын салыстыруға болады. Бұл бір. Екінші, $3 миллион деген бізде бұл қазіргі жол, мынау бірінші сынақ жолдар. 4 жолақты. Мына жағынан 2 категория, мына жағынан 2 жолда жүретін машина. Ортасында бөлінген. Сосын бұл жолда мысалы жаңағы нені алайық, Ташкент пен жаңағы Шымкенттің ортасының жобасы болды алайық. Сол екі ортада жаңағы 5 путепровод бар. Сосын жерде бір 17 шақты мал жүретін жерлер бар. Сосын бағанағы көпірлер бар. Соның бәрін санағанда біздің жолды жаңа есептедік соны. Сонда жолдың өз бағасы бетондық бірінші категория. Жолдың бағасы сонда 1,8 $2 миллион шығып отыр. Қалғанын сол қосқанда қоспашы жаңағы айтамыз мост путепровод. Сол сома шығады дейсіз. Да, сома шығады. Сондықтан бұл бір. Екінші мәселе бұл жаңағы мынау біздің сол материалдар, біздің жергілікті материалдар ғой. Бірақ сонда да бұл қарағанда бұл тасымалдау ұзақтығын қарайды. Мысалы міне батыс жақта жаңағы шебін жоқ, жетпейді. Бұны Ақтөбеден әкеледі. Темір жолмен. Соның бәрі битум жаңа мен Ақтауда басталып жатыр. Биыл Ақтаудың заводы өзіміздің Қазақстанның битум шығаратын болды. Бұрын бәрі Ресейден әкелетін битумды. Павлодар шығарады, 30%-ын, қалған 70%-ды біз Ресейден сатып аламыз. Қазір биыл міне уже осы жылдан бастап Ақтауда сонда битум заводы ашылды. Мен ойлаймын, соның бәрі қазір мынау сапасына да, бағасының төмендеуіне әсер ету керек деп ойлаймын. Ал жалпы елімізде осы жол салуға және мына бар жолдарды жөндеуге қанша қаражат бөлінеді жылына мәселен? Енді мен айтып өтейін, биылғы бюджет 2013 жылғы бюджет 355 миллиард теңге. Оның 55 миллиарды жаңағы транспорт бойынша жергілікті жолға бөлініп отыр. Республикалық маңызы бар жолдарға 296 миллиард теңге бөлініп отыр. Жеткілікті ме бұл жалпы? Бұл енді мен былай айтып өтейін, бүгінгі норматив дейміз ғой. Үкіметтің қаулысымен бекітілген норматив бар. Сол бұл жолды салуға бүгінгі сол 70%-дай керектігі. Әлі 30-40% жетпейді. Сосын бұл бір мәселе. Екінші мәселе, бұл жол салғаннан кейін бұны дұрыстап күтіп ұстау керек қой. Әрине. Соны күтіп ұстау жағынан да кішкене біздің қаржы жетіспей отыр. Сондықтан бұл жағынан да біз қазір сол Минэкономикамен тікелей жұмыс істеп, өзіміздің сұрақтарымызды дәлелдеп, расчеттерімізді беріп, сол енді жылға тағы ақшаның қаржыны көбейтуін жалғастырып жатырмыз. Мереке Құдайбергенұлы, қаржы деп айтып отырмыз ғой, осыдан аз уақыт бұрын бірқатар үкіметтік емес ұйымдары, кей сарапшылар осы жол қорын құруды ұсынған болатын. Ол яғни мына жанар-жағармайдың қымбаттауынан бір тиісті қаражатты сол қорға аударып отыру, тағы да басқа қаржы көздерінен сол қорға аударып отыру мәселесін көтерген болатын. Министрлік бұл жаңағы идеяға қаншалықты көңіл бөлді? Бұл жол қор бойынша бүгінгі жағдайда Минэкономика бойынша қолдамайды бізді. Өйткені бұл жанар-жағармайдың бағасын көбейтсек, бұл енді сразу басқа тасымалдауға, тамақтың несіне, ғысайымға көбеюі мүмкін. Сондықтан бүгін сол біз құрғанымыз сол акционерлік Қазавтожол тек қана сол бюджеттен қаржы алып салу үшін ғана емес, басқа да сол жолдың
қаржыны табу ресін жолын қарастыру. Сол бірінші бұл ретінде бірінші мәселе мынау қазір ақылы жолда. Мен биыл өткен жылы білесіздер, мынау Астана Боровой ақылы жол ашылды. Қымбат емес, бір желілместігі 200 теңге ғана. Сонда өткен жылы 9 айда 620 миллион теңге жиналдық. Ол ақша тікелей сол жолды күтуге жұмсалды. Сол жол күтуге жұмсалды. Сол жолға биыл мысалы, сол өткен жылы биылға бюджеттен ақша бөлінбейді. Сол алған ақшаға сол жол өзіне жетеді дейсіз ғой. Өзіне жетеді, иә. Бұл сондықтан қазіргі осы батыс Қытай, батыс Еуропа бойынша және Қызылорда мен Шымкентте жоспарланып отыр ақылы жол ретінде. Сосын Алматы, Астана, Атбасардың жолын. Бірақ Астана, Атбасар бұл екінші категория болғаннан кейін желіл мәселен біз алмаймыз. Тек қана үлкен мәселелер, транзиттік мәселелер. Сондай мәселен ұстайтын боламыз. Екінші мәселе сосын елбасының тапсырмасы бойынша қазір біз Нацбанкпен, мемлекеттік ұлттық банкпен пенсионный қаржыларды именно сол жол жобаларына жұмсауды. Зейнетақы қорындағы жатқан қаржылар. Сол ақшаларды жолға жұмсау ретінде қазір ұлттық банкпен қарастырып, жолын қарастырып жатырмыз. Бұл да мен ойлаймын өте дұрыс болады. Енді ол жақта қомақты қаражат жатыр ғой, біраз іске жетуге. Соны жаңағы жолын тауып бізге нетсе, жаңағы инфрақұрылымдық жобаларға жұмсаса, жол саласына жұмсаса, мен ойлаймын бұл одан сайын бұл не болады, экономика үлкен не болады, серпіліс болады. Сосын басқа бойынша қазір міне біздің ұлттық компанияның төрағасы Қытаймен жұмыстар жүргізіп жатыр. Жалпы біздің Қызылорда мен Жезқазған екі ортасы. Жылға сол қол жетпей жүр, сол екі жолға ортаға жаңағы Қытайдың Эксим банкінен көп емес 1,5% жылына сондай пайызға тура тікелей несие алып бастап жатыр жұмыстарды. Түсінікті. Мереке Құдайбергенұлы, сізге уақыт бөліп осы біздің хабарымызға қатысқаныңызға алғыс айтамыз. Көптеген өзекті мәселелерге тұшымды жауап берген секілдісіз. Сол үшін рахмет сізге, және болашақта осы студияда тағы мына елдің автожол саласы жайында сұхбат құруға жазсын деген тілек білдіреміз. Рахмет. Қадірменді телекөрермен қауым, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.